Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар алталаш. Көтеріліс туралы аса шұғыл мәлімдеме. Көтеріліс туралы аса шұғыл мәлімдеме. Қазақтың сатқын билігі орыс отаршылдарымен және Қытай отаршылдарымен астаса отырып, қазақ халқын тағы бір мәрте арандатпақшы. Ендеше қазақ халқы дәл осы сәтте Қазақстанның кез келген жерінде, Алматы, Астанада, Жаңа Өзенде ешқандай көтеріліске шықпай-ақ қоюы керек. Биліктің, орыс отаршылдарының, Қытай отаршылдарының қақпанын қауып қалмауы керек. Тұзаққа түспеуіміз керек. Бұл біздің ұлт ретінде өзімізді аман сақтауымыз үшін болашақта болатын ұлттық ұлы жеңіске, шынайы ұлттық азаттыққа жету керек дүние. Өте керек дүние. Біріншіден, жанармайдың бағасын билік қолдан қымбаттатып отыр. Жанармайдың бағасы биліктің қолында. Бүкіл мұнай газ саласы биліктің өзінде, айналасындағы алпауыттардың қолында. Олардың жанармай бағасын қымбаттатқандағы сылтаулары таразы баспайды, шындыққа сай келмейді. Шекарадан біздің мұнай газ өнімдеріміз шетел асып жатыр, сондықтан біздегі бензиннің, сәлеркенің бағасы қымбаттады дегендері ол мүлде өтірік. Ал осыдан барып туындаған қымбатшылық, зат бағасының өсуі және осыдан барып туындаған жұмысшылардың жұмыссыздыққа байланысты, жан бағыстың, күнкөрістің қиындауына байланысты туындаған ереуілдері, бұның барлығы биліктің жоспары. Ал қарапайым халық наразылықтар арқылы өз күнін жақсартқысы келеді. Ол табиғи құбылыс. Бұл жерде көтеріліске шыққан, ереуілге шыққан халықта кінә жоқ. Олар биліктің қақпанын басып отырғанын білмей отыр. Олар шарасыздықтан, күнкөрістің қиындағандығынан, қара қазан сарбаланың қамы деп ереуіл атқа ер салғанымен, шын мәнінде біздің орыс құл, Қытай құл биліктің, мына диктатор Қанішер Назарбаевтық, Тоқаевтық жүйенің шахмат ойынындағы үлкен қақпанды басып отыр. Ендеше біз осыны халқымызға жүйелі түрде түсіндірейік. Біріншіден, Путин Қазақстанды қалпақпен ұрып алмақшы. Себебі Украинада Путиннің аузы мұрны қан жасау болды. Ресей шовинизмі, Ресей импершілдігі тасталқан болды. Еуропа мен Американың қаруына, озық технологиясына сүйенген Украина Путинді және орыс импершілдерін Украин жерінде бір жылдан артық уақыттан бері тасталқан қылып ұрып жатыр. Және олардың осы заманғы су жаңа қарулары Ресейдің ескі қаруларынан әлде қайда озық екенін дәлелдеді. Қазіргі Ресей тіпті екі доңғалақты алдында сүйрелетін ескі зеңбіректер мен танктерін іске қосып жатыр. Қазіргі Ресейдің жаңа әскерилері 60-та 70 жыл болған ескі танкілерді қолданып жатыр. Міне осының барлығы Путиннің енді Ресей жерінде ататын оғы қалмағандығын көрсетіп отыр. Оларды өндіретін завод өндірісі қалмай отыр. Олар мына Ираннан, дүние жүзіндегі ең артта қалған елдің қатары Ираннан, енді солтүстік Корейден қару-жарақ сатып алып отыр. Ираннан дрон алып, солтүстік Корейден кәдімгі атқылаушы түтікті қанатты қаруларды алып отыр. Бұның барлығы Ресейдің әбден барар жер, басар тау қалмағандығын көрсетеді. Енді Путин өзінің шовинизммен ауыратын тобыр қауымына Украинды ала алмасам да қанжығамды қандап қайттым, бос қайтқан жоқпын.
негізі түйе атып алам деп шығып едім, енді бұзау болса да, ешкі болса да қанағат тұтыңдар деп Қазақстанды Ресей құрамына ресми түрде қосып алу үшін осы жолғы бензин сәлеркенің қымбатшылығын және Қазақстандағы осы жолғы ереуілді тудыратын факторларды жасап отыр. Бұл жерде қайталап айтам, ереуілге шыққан халық кінәсіз. Олар мұндай жоспарды білмейді. Олар табиғи түрде осындай жан бағыс үшін шығып отыр. Бірақ бұның барлығының артында жоспарды жасап, мен бұлай мен бұлай істесем халық көтеріледі, сосын бұлай қалпақпен ұрып басып алам деген жоспар тұр. Ал Путин осы арқылы Қазақстанды Ресейге басы бүтін қосып алып, тұтас өзін немесе бір бөлігін қосып алу арқылы өзінің шовинистік имперлік миссиясын орындамақшы. Бұл бірінші. Екінші, Қытай билігі қазір Ресейге қару-жарақпен көмектесетіндігін өткендегі Си Цзиньпиннің Мәскеуге барып Путинмен кездесуінде ашық айтты. Ғасырлық зор өзгерісті бірге жасайық деді. Бұл сөзі бүкіл халықарада дау тудырып отыр. Ал соңғы кезде Қытай дипломаттар жуып шайып Ресейге әскери көмек бермейміз дегеніменен Ресейге көмек Солтүстік Корея арқылы, Иран арқылы және Қазақстан жері арқылы беріліп жатыр. Ал Қазақстанға Америкада, Еуропада көрседе көрмеске салып, бір көзін ашып, бір көзін жұмып, осындай күрделі позиция ұстап отыр. Себебі Қазақстанға ашық қысым жасаса, онсыз да орыстың қуыршағы, Путиннің басыбайлы құлы болған Тоқайып, ашық түрде бетіндегі маскесін, яғни нейтрал тұрған, бейтарап тұрған маскесін жыртып, Путиннің құшағына ашық түрде атып, Лукашенко сияқты болып кететінін біліп отыр. Сондықтан Тоқайыптың арамзалығын, қулығын білмегенсіп, өткенде Американың мемлекеттік істер басқатшысы Блинкеннің келіп, Тоқайыппен кездесіп қайтқаны содан. Яғни, Тоқайып өтірік нейтрал, шын Путиншіл екенін Америка, Еуропа біліп отыр. Оларға біз баяғыда білгізіп қойғанбыз, жеткізіп қойғанбыз. Бұл екі. Енді Тоқайып, Қанішер Тоқайып, қаңтарда қолы қазақтың қанына малынған Қанішер Тоқайып, және 30 жыл бойы қазақ халқын көгертпей, көктетпей, қырып жойып келген Қанішер Назарбаев өздерінің көр аузындағы соңғы жанталастарын жасау үшін қазақтың бетке ұстар азаматтарын тағы бір мәрте қырып салмақшы. Мен қайталап тұрып айтам, тағы бір мәрте қырып тастамақшы. Әудеп бас көтеретін, атқа мінетін азаматын қоймай қырып тастап, қан жоса болған, қансыраған халық көнеді деп, осы Путин жеңілгеннен кейінде өздерінің ит биліктерін, ит өмірлерін сақтап қалмақшы. Сондықтан мен қазақ халқына айтам, орай әлі пісіп жетілген жоқ. Халықаралық геосаяси жағдайда Украин соғысы әлі соңғы мәресіне жеткен жоқ. Біз Ресей импершіл билігінің, Путиннің шовинистік билігінің, мынау агрессорлық билігінің құлағанын күту керекпіз. Онсыз бізге орай тумайды. Егер Путин тағында отырады екен, біз 100 рет көтерілсек, 100 рет қанды қырғын болады. Ал одан зиян шегетін тек бізбіз. Енді үшінші себеп. Алдыңғы жолы Мәскеуге Си Цзиньпин барғанда, ол Путинмен келіссөзге отырды. Оны кәдімгі логикалық ойлап-ақ жете аласыздар. Себебі қанды қаңтардан кейін бүкіл баспасөз жазды. Қытай орталық Азияны, Қазақстанды өзінің артқы ауласы деп санап келген еді. Енді қаңтар қырғыннан кейін Қазақстаннан Қытай айырылып қалды. Қазақстан бұрынғы қожайыны орыстың құшағына қайтадан кіріп кетті деді. Міне, бұл сөз шындық. 30 жылдық тәуелсіздік кезінде қазақ арыстаннан құтылып, жолбарысқа тұтылған халық болды. Орыстың ықпалынан құтылып, Қытайдың құлдығына түсті. Қытайдың қаржылық, финанстық, экономикалық экспансиясының құлы болды. Бұрын орыстың әскери бодандығында болған болсақ, енді Қытайдың қаржылық, финанстық, идеологиялық құлдығында болды. Ал қаңтар қырғыннан кейін бұрынғы отаршыл, бұрынғы жауымыз орыс бізді қайтадан өзінің бодандығына түсірді. Енді Қытай әбден қансыраған, әлсіреген орыспен келіссөзге келіп отыр. Путинге қару керек, Путинге ақша керек.
Енді айтты, Ши Цзиньпин келісті, Қазақстан менің ықпалымда болады деді. Бұл жерде мемлекеттер ықпалдастықты бөліседі. Мысалы, неге Ресей Украинаның НАТОға қосылуына қарсы? Тәуелсіз ел. Бұл жерде ықпалдастық деген бар. Ол Украинаны өзінің артқы ауласы санайды. Неге Ресей албаты Швецияның, албаты Финляндияның НАТОға қосылуына қарсы? Ол өз жерде НАТО менен Ресей ортасындағы нейтрал зона сақтағысы келеді. Ол елге әмірі жүрмесе де, ол елдің әскери одақ НАТОға қосылуына қарсы. Солтүстік Атлант шарты ұйымы НАТОға қосылуына қарсы. Міне, Қытайда Қазақстанды өзінің артқы ауласы санайды. Ресей Қазақстанды өзінің артқы ауласы санайды. Міне, енді екі отаршы ел алдыңғы жолы Мәскеуде ымыраға келгендігін логикалық ойменен болжауға болады. Енді Қытай Ресейге әскери көмекті беремін, бірақ алғы шарт Қазақстанға әскери база құрамын деген талапты қойған болуы мүмкін. Қазір Қазақстанға кіріп жатқан әскери техникалар мынау Қытайдың Оралда, Ақтөбеде, Ақтауда, Атырауда, Қызылордада, осы 5 жердегі Қытайдың мұнай компаниясындағы жұмысшылардың барлығы дерлік Қытайдың армиясы. Қытайдың армиясы. Ал бұлардың барлығы анау пандемия кезінен қазақ жеріне кіріп отырды. Олардың барлығы Қытайдың бәрі әдетте 1 метр 60-тан ары бері аспайтындар болса, бұлардың барлығы 1 метр 80-85-тен жоғары. Және барлығы шыныққан, дайындалған кәдімгі әскери адамдар екені бесенеден белгілі. Мұнайда жұмыс істейтін қарапайым жұмысшы еместігі бесенеден белгілі. Ал Қытай енді Қазақстанды өзінің ықпал көлеміндегі шылауындағы, боданындағы елге айналдыру үшін Путинменен қатаң келісімге келіп отыр. Әскери көмекті береміз, қанша қару сұрасаң береміз, Қазақстанға кіреміз деген талап қойылды. Путин шарасыздан бұған келісті. Ал Қытайдың әскері кіру үшін бұл жерде бір сылтау керек. Оған Еуропа, Америка, бүкіл адамзаттық қауымдастық, оған бір сылтау керек болмайынша олар бұны қабылдай алмайды. Ол үшін халық көтерілу керек. Оны билік тағы да Тоқаев ойбай, ОДКБ-ның әскерін жібер деген сияқты Қытайдан әскери көмек сұраған болады, сонымен Қытай тыныштандырған болады, сонымен Қытай Қазақстанда әскери базасын тұрғызған болады. Путин ана жақта көрмеске салып отырады. Яғни мойындаған болады, үнсіз мойындау болады. Бұл міне екі империяның өзара келісіп отырып бір елді бөліп алу. Бұл Шар Россия менен Қытайды билеп отырған Манчжур империясы кезінде, Шүршіт империясы кезінде қазақ жерін екіге бөліп алған тарихи оқиғаның қайталануы. Бұл 1939 жылы Германия менен Совет одағының Польшаны екіге бөліп алған тарихи оқиғаның қайталануы. Тарихта бұндай имперлер ортасындағы елді екіге жыртып ала қояды. Польша солай болды. Германия мен Совет одағы деген екі империяның ортасында Польша солай болды. Қазір осылар мына Тоқаевтың сатқын билігінен осыны пайдаланып отыр. Себеп Тоқаевқа оның қожайыны Ресей бола ма, Қытай бола ма, бәрібір оған өзінің ит өмірін сақтап қалу керек. Себебі ол қанішер. Ол қанішер, егер Ресейге, Қытайға арқа сүйемесе, өзінің бір минутта өмір сүре алмайтын. Қазақтар оның бұтын бұт, қолын қол қылып, етін жеп, сүйегін бүркіп, қанын шашып тастайтын Тоқаев біледі. Тоқаевқа Қытайда, Орыста жау емес. Тоқаевтың санасындағы бірінші жау қазақ халқы. Қазақ билігіне, қазіргі қазақтың атқамінерлеріне, жоғарда отырған қазақтың қанішерлеріне, Қытайда, Орыста құтқарушы Құдай, қазақ халқы олардың жан алғышы. Олар қазақ халқын жау деп біледі. Үшіншісі, Қытай қалай болмасын Тайванға соғыс ашуға дайындалып отыр. Америка тарап бейне Украинада Ресей соғыс ашқалы жатқан кезде соғыс ашпайды деген сияқты Американың CIA-ның өзі әдейі түрде Қытай жуырмаңда Тайванға соғыс аша алмайды деп отыр. Бірақ бұның барлығы ойын, тактика. Америка Ресейдің Украинаға соғыс ашқанын күтті. Сол арқылы міне Ресейді әлем алдында масқара қылып отыр, санкциясын салып отыр, бүкіл ақшасын мұздатып отыр. Ресейдің жер әлемдегі бүкіл Еуропа, Америкадағы офшорлық есепшоттардағы Путин және оның айналасының тыққан ақшасы олардың 45 жылдан кейін бүкіл дүние жүзіндегі өнеркәсіп өндірісінің тапқан табысынан да жоғары болған.
Ал осы ақшаларды мұздатып қойды, бүкіл батыстық алпауыттар, банкирлер қарық болып отыр. Енді бұл ақша қашан мұздатылу шешіліп, қашан ол ақша не Ресейге, не соғыс төлемі ретінде Украинаға қайтқанға дейін батыстық банкирлер бұл ақшаны кімге кредит береді, қандай жобаға салады, қандай айналдырады, оның өсімінің қызығын көреді, өздері біледі. Бұл соғыс деген біреулер үшін туған баласынан айырылу, біреуге туған әкесінен айырылу, біреу Құдай қосқан жарынан айырылу болса, ол жаңағындай банкирлер және саяси алпауыттар үшін ол ақша, ол бизнес. Дәл Қытай өстіп Тайванға соғыс ашайын деп жатқанда, Американың аяқ астынан олар аша алмайды деуі, ол бейне Украинаға орыс соғыс ашқалы жатқанда соғыс болмайды, соғыс болса біз нейтрал боламыз деген сияқтысымен бірдей. Мынау есерсоқ Ши Цзиньпин, 5-ші сыныптық қана сауаты бар Ши Цзиньпин Тайванға соғыс ашпай қоймайды. Ал Тайванға соғыс ашу үшін бүкіл Қытай үшін алғанда ең мұнай мен газды қамдайтын ең қауіпсіз ел Қазақстан. Шығысында Жапонда Американың әскери базасы тұр. Оңтүстік Кореяда әскери базасы тұр. Тайванда әскери база тұр. Қытайдың шығыс теңізінде Американың суасты атом сүңгуір кемелері тұр. Енді Филиппин өзінің ең солтүстігіндегі әскери портын Америкаға берді. Малайзия әскери одақ Америкамен. Ал Сингапурда Американың әскери базасы бар. Ал осының барлығы Қытайды шығыс жағынан қоршаған үлкен шеңбер болып отыр. Қытай үшін алғанда ашық теңізден, Араптан, Ираннан алатын мұнай газда кез келген уақытта теңізден тосылады. Сонда мұнай мен газдан тосылмайтын жалғыз жер Орталық Азия, яғни Қазақстан болады. Тіпті олардың Пакистан Гвадар портынан алатын мұнай газы да тоқтайды. Тіпті Ресейдің шығысында Жапон арқылы, оңтүстік Кореядағы әскери база арқылы бомбалай алады. Бірақ олар Орталық Азиядан Қытайға баратын, Қазақстаннан Қытайға баратын мұнай газға олар тиіс алуы қиындау, оның мүмкіндігі аздау. Осындай сәтте Қытай Орталық Азиядан келетін, өзінің қан тамыры болатын, жаны болатын мұнай мен газды басы бүтін меңгеру үшін Қазақстанда әскери база орнатуға бір сылтау іздеп отыр. Ал ол сылтауды үш жақ болып ақылдасып, бағаны көтереміз, қазақ халқын әбден тығырыққа тірейміз, жұмыссыздықты өршітеміз. Қазақ халқы, міне ақша бүкіл шетелге тығылып жатса да, бүкіл жаңағы байлар жоғарғы жек езуінен май ағып отырса да, қазақ халқы аш-жалаңаштықта максимал төзе алмаған жағдайда көтеріледі, көтерілгесін саяси өзгеріс болады, сосын Қытай келеді деген әңгіме болды. Бұл ымыра, бұл сауда. Алдыңғы жолы Ши Цзиньпин 3 жыл Қытайда көміліп жатып, карантин мерзімі аяқтағаннан кейін ұшып отырып Астанаға келгенде, Қазақстанның территория тұтастығы менен егемендігіне біз кепілдік береміз деген сөзді бекерге айтқан жоқ. Ол Қазақстанның территория тұтастығын біз қорғаймыз дегенде, ол әскермен қорғаймыз деген сөз. Ешқашан Америка ондай сөз айтпайды. Ешқашан Америка басқа бір елге ондай сөз айтпайды. Ал бұл сөзді айтудың ар жағында Қазақстан 39 жылғы 2-ші дүниежүзілік соғыстың алдындағы Польшаның тағдырын кешіп отырғанын, немесе Чар Россия менен Манчжур империясы кезінде, Шүршіт империясы кезіндегі қазақ хандығының тағдыры қайталанып отырған жағдай болып тұр. Ал менің бұл сөзімді маған жала жабатын, бәле жабатын жұрт бірден айтады. Ол міне биліктің қолайына жағатын сөз, Серікжан биліктің жобасы ақ көк деген жала айтылғады. Бірақ жала ол жала. Менің мақсатым қазақ халқының амандығы мен тыныштығы. Аңшылықта болатын азаматтар біледі. Әсіресе аю ататын, қасқыр ататын азаматтар біледі. Егер сабырсыз болсаң, қорқақ болсаң, аю не қасқыр жаныңа максимал жақындамай тұрып, алыста тұрған кезінде атасың. Ол кезде қаруыңның күші әлсіз болады. Дәл тию мүмкіндігі де аз болады. Және дәл тисе де қарудың мүмкіндігі, серпімділігі, жаңа жойқын итеру, жарақаттау қуаты азаяды да, қасқыр да, аю да бірден ажал құшпайды. Ал аю жаралы болса, ол өте долы болады. Ол бірден жаңағы оқ атқан жаққа ұмтылады, адамдарды қолын қол бұтын бұт қалады.
Ал нағыз тәжірибелі аңшы қарда демін ішіне тартып жатады. Демін ішіне тартып жатады. Суыққа төзіп, желге төзіп, денесінің қышығанына дейін төзіп, шашында қасымай, басында қасымай жатады. Максимал деңгейде аюмен қасқыр жақындап, енді осыдан мүттайын кетпей амалың жоқ деген кезде жанды жерінен атады, бір оқпен құлатады. Ал егер оқ аюға шаладарса, жанды жерінен тимесе, аңшы өледі. Міне, біз де қазір сол аңшы сияқтымыз. Біз қазір көтерілеміз. Сосын тағы да 30 жылдық, 40 жылдық, мүмкін 1-2 ғасырлық құлдыққа түсеміз. Біз орайды күту керекпіз. Біз Қытайдың Тайванға соғыс ашқанын кем дегенде мынау Путин билігінің құлатылғанын күту керекпіз. Путиннің билігі құлаған күні қазақ халқы абсолютті жеңіске жетеді. Сол күні қазақтың әскері бейне қаңтарда қазақ халқына беріліп, киімдерін шешіп, қаруларын тастағанындай, сол күні қазақтың армиясы да, полициясы да халық жақ көтеді. Себебі олар халықтың баласы. Олар мына қанішер биліктің әмірін қорыққандығынан орындап отыр. Ал қаңтарда қазақты қырған ол орыстың әскері, Путиннің әскері, бұйрық берген Тоқаев. Тоқаев өзінің тағын сақтау үшін қазақ халқын қанды жоса қырғын жасады. Сондықтан қалың елім қазағым, әлгіндегі аңшының әңгімесін бекер айтпаймыз. Орай керек бізге. Тарихта да осындай мемлекеттер орай күтеді. Екінші дүниежүзілік соғыста мың жерінен алдаса да арбаса да түрік халқы дүниежүзілік алпауыттар ортасындағы соғысқа қатыспай, нәтижесінде халқы қырылмай аман қалды. Естеріңізге сала кетейік. Бірінші дүниежүзілік соғыстың алдында түріктер небәрі 6 миллион болған. Ал қазір түріктер 80 миллион әлемдегі ірі алпауыт елдердің сапында. Германия 80 миллион, Жапон 100 миллион. Мысалы, есептей беріңіздер. Дүние жүзіндегі ірі елдер қанша? Бұл жан саны дейтін, сан деген нәрседен сапа туындайды. Ал түріктер 6 миллион болған кезінде орталық Азияда қазақ халқы алхамдулилля 6 миллионбыз дегенде Ахмет Байтұрсын айтқанда, ол жер жәннаты жетісумен шығыс Қазақстанды ғана қамтыған. Сонда оңтүстік, бүкіл шұрайлы өлке, батыс, оның бәрі қамтылмай қалған. Сол кезде қазақ халқы сол заманда соның бір бөлігі ғана 6 миллион болғанда, тіпті ең құжынаған, ең көп жылы жақтағы қазақтардың өзі бұған қамтылмағанда қазақ халқы қанша еді. Бір ғасыр өтіп, бір жарым ғасырға жуық уақыт өткенде біздің санымыз әлі 20 миллионға жетпей отыр. Сондықтан алдыңғы ғасырда қазақ халқының басынан өткен сол геноцидтерді еске ала отырып, біз күшімізді сақтап, орайды күту керекпіз. Атсақ, жанды жерінен атып, екінші орыннан тұрмастай қылу керекпіз. Ал көтерілсек, тұтас ұлт болып көтерілу керекпіз. Қазіргі көтеріліс, бұл ата жау, орыс пен Қытайдың мына қанішерлермен бірігіп отырып, қазақтың қанішер диктаторларымен бірігіп отырып, қазақ халқына жасап отырған қастандығы үлкен арамза жоспары. Мен жаным қолында болған жаратушы Алланың атымен ант етемін. Мен қазақ халқын сүйемін. Мен жаным қолында болған жаратушы Алланың атымен ант етемін. Мен Назарбаев Тоқаев жүйесіне басымнан бақай шығыма дейін қарсымын. Мен Назарбаев Тоқаев жүйесін тас-талқан қылып құлатуды, қазақ халқын азаттыққа шығаруды, Қазақстанда әділ демократиялы жүйе орнатуды, үш билік қатар тұратын, ақпаратқа еркіндік беретін, әрбір қазақ азаматы қолында сайлау билеті болатын, әділ және ашық сайлау болатын, нағыз батыстық демократиялық жүйені орнатуды мақсат еткен азаматпын. Сондықтан мен қазақ халқының амандығын көздей отырып, мынау әлемдік үлкен геосаясатта ата жау орыс пен ата жау Қытай геосаясатта өздерінің имперлік, басқыншылық, шапқыншылық, арам жоспарларын іске асырайын деп жатқан сәтте қазақ халқы қосақ арасында тағы бір мәрте, мен қайталап айтамын, тағы бір мәрте құрбандыққа шалынып кетпесін деп отырмын. Сондықтан қазақ халқы қақпан қаппай, тұзақ баспай, бетегеден биік, жусаннан аласа болып, осы
империялардың өздігінен құлағанын күткеннен басқа бізде шара жоқ. Тасты жұмыртқаға ұрсаң да жұмыртқа сынады. Жұмыртқаны тасқа ұрсаң да жұмыртқа сынады. Бізде шара жоқ. Біз азбыз, біз әлсізбіз. Біз үлкен халықаралық геосаясатта өзгеріс болған кезде сонда ғана жеңіске жете аламыз. Естеріңізге сала кетейік. Қытай жаулап алған ежелгі қазақ жері деген сөзді айтам. Неге? Сол кезде орыс қазақ жерінің батысын бүгінгі Қазақстанда жаулап алды да, Қытай қазақ жерінің шығысын бүгінгі Іле, Алтай, Тарбағатай, Санжы, Баркөл, Мори, Буратал, Тақия, Жың, Сайрамды жаулап алды. Міне! Сол Қытай жаулап алған жерді азат қыламын деген Бахадур батыр бабаларымыздың атын үнемі жатқа айтатыным не? Тарих ол бахадурлерге азаттыққа шығатын орай бермеді. Мүмкін Алланың жазған тағдыры солай. Оспан Батыр бүкіл адамзатқа үлес қосқан адам. Оспан Батырдың Американың CIA барлау қызметіменен ерекше жақыннан селбесуінің нәтижесінде Америка Совет одағының атом қару жоспарын күні бұрын біліп отырды. Америка атом қаруын жасағанда Совет әлі уранды қорыталған жоқ. Себебі Советтің Іле Қазақ автономиялы облысы Алтай аймақ Көктоғай ауданында уран шығатын кенге жіберген мамандарын Оспан Батыр қырып тастады. Және Оспан Батырдың кәдімгі жіберіп отырған барлаушылары Совет одағының Семей өңірінде, орталық Қазақстанда уран қазу жұмыстарының барлық ақпаратын Америкаға, CIA-ге, Доглас Маккернейнге жеткізіп отырды. Доглас Маккернейннің құпия болғандық соншалық Америка 2000 жылдардың басына дейін Доглас Маккернейнді CIA-дің құпия барлау қызметкері екенін айтқан жоқ. Міне ол өліп жарты ғасыр уақыттан кейін шетелде өлген бірінші америкалық агент деп оған статус берді. Оның баласына, әйеліне ешқандай төлем төленген жоқ. Ол жарты ғасырдан кейін ғана төленді. Неге? Америка Совет одағының атом мәселесі туралы өзінің барлау қызметі тарихын ғасыр бойына құпия ұстауды шешім қабылдаған. Сол адамзат тарихына сондай үлес қосқан Оспан Батырды ең соңында сол Америка көмексіз қалдырды. Құтқарам десе құтқара алатын еді. Тіпті коммунистердің қолынан жұлып ала алатын мүмкіндігі бар еді. Сол кезде Қытай коммунистеріне көмекті Америка берген. Бірақ сол кездегі Америка, сол кездегі Еуропа бүкіл Қытайдың коммунистердің қолына түскеніне көз жұмып қарап отырды. Солтүстік Корейдің коммунистердің билігіне өтуіне қарап отырды. Вьетнамның коммунистердің қолына өтуіне қарап отырды. Қолында атом қару жоқ, әлсіз, әбден ресми армиясы қырылып біткен, тек шаруа егіншілерден құралған, кәсіби емес армиясы ғана қалған Совет одағының бүкіл шығыс Еуропаны жаулап алуына, тіпті Германияның жартысын жаулап алуына көз жұмып қарап отырды. Бұл глобалист демократтардың үлкен қателігі болды. Анығында олардың бір бүйрегі коммунизмге бұратын еді. Сол тарихи сәт міне қайтадан келіп тұр. Қайтадан әлемді глобалистер коммунизмге бүйрегі бұратындар билеп отыр. Кеше Франция басшысының Қытайға барып кездесуі Америкаға қарсылық, ресми түрде біз енді Тайвань-Америка қатынасына Еуропа қатыспау керек деп айтты. Кеше ресми түрде Орыс-Украин соғысы демей, Украин кризисі деп айтты. Қытай Еуропа мен Американы жіктемекші, батысты жіктемекші. Енді батысыңның өзі мына ақшаға, байлыққа, газға, Қытайдың ақшасына мүдделіліктен батыстың ішкі жағында жіктеліс туып жатыр. Осындай сәтте қазақ халқына бір көршісі Қытай атажау 4000-да 5000 жыл соғысқан. Бір көршісі Орыс соңғы 2 ғасыр бізді қынадай қырып жаулаған атажау. Бір көршісі Қызылбас Иран, Сарт Иран. Бізді тарихтан бері идеологиямыз дулап, біздің жерімізге көз тігіп, бізбен ғасырлар бойы соғысып келген. Осындай 3 атажаудың ортасында отырған әлсіз және аз қазақ халқына дәл осы сәтте үлкен қауіп төніп тұр. Сондықтан қазақ халқы көз алда қиындыққа максимал деңгейде сабырмен төзіп, мынау
империялардың кем дегенде біреуі, әрине екеу үшеуі құласа тіптен жақсы. Кем дегенде Ресей империясының құлағанын, кем дегенде Қанішер Путиннің тақтан тайдырылған сәтін күткеннен басқа шарамыз жоқ. Егер олар осы сәтте біздің атқа мінер азаматтарымызды тағы бір рет қырқып тастаса, тағы бір рет басын шапса, бізде енді алдағы 10 жылда бас көтеретін еркек қалмайды. Мынау қоғамдық, төңкерістік, революциялық, социологиялық, психологияны зерттеген мамандардың анық көзқарасы бар. Бір рет қырғынға ұшыраған халық 50-де 70 жылға дейін бас көтере алмайды. Тарихтан дәлелденген бір рет геноцидке ұшыраған халықтың генофондында үрей қалады. Себебі олардың атқа мінер, сөз ұстайтын, ел бастайтын азаматтар қырылып кеткеннен артта қалған халық есін жия алмайды. Біріктіруші күш болмайды, ұйытқы болмайды, мәйек болмайды. Ұйытқы болмағаннан кейін халық ұйыса алмайды. Сондықтан біз күшімізді сақтауға тиіспіз. Соғыста да солай. Әдесе аттандап алдыға шаба бермейді. Соғыста да. Бұғатын кезде бұғат, шегінетін кезде шегінет. Артынан айналып кеп орайтын кезде орайды. Міне, кешегі көшпенді сақтардың, кешегі көк түріктердің бүгінгі тіке мұрагер ретінде, кешегі Қыпшақ хандығының, кешегі Үйсін патшалығының бүгінгі мұрагер ретінде, кешегі Скифтердің, Массагеттердің, ғұндардың бүгінгі мұрагер ретінде, кешегі Алтын Орданың бүгінгі мұрагер ретінде сол көшпенділердің өркениетін жаратқан және таратқан Еуразияның төсінде ат тұяғыменен империяларды құрған қазақ халқы бүгінгі әлсіз және аз сәтімізде бізге саяси сауаттылық керек. Қанішер Тоқаев үрейден қорқып отыр. Путин өлген күні өзінің ажалы келетінін біліп отыр Тоқаев Назарбаев. Путин өлген күні көріне Назарбаевты және оның тұтас әулетін, Тоқаевты және оның тұтас әулетін, қазіргі Қазақстанның билігін ұстап отырған барлық ұры, қары, қарақшы, суайттарды ала кететін біліп отыр. Мына билікке бұрынғы келген және қазіргі жаңадан келген барлық арамза, сілімтік, суайт, қарақшылар, мына өтірік сайлау арқылы, дауыс ұрлау арқылы келген мына барлық арамзалар, мына Путиннің билігі құлаған күні өздерінің ажал сәті толатынын біліп отыр. Сондықтан олар қазақ халқының бас көтерер азаматын тағы бір мәрте қырып тастап, қазақ халқын есеңгіретіп, қансыратып, өздерінің ит өмірлерін ұзартып отырмақшы. Алданба халқым. Төзейік, тарихи сәтті күтейік. Әрине, қиыншылық басып тұр, кедейлік басып тұр, жұмыссыздық басып тұр. Жер шарындағы 9-шы үлкен территорияда тұрған қазақ кедей десе адам баласы сенбейді. Жер шарындағы мұнай мен газдың 4-ші қоры, бүкіл жер шары планетасындағы уран дейтін элементтің 60% Қазақстанда. Алтын мен күміс, басқа қымбат, сирек кезігетін металдарымыз дүниенің алдыңғы үштігінде. Осындай жерде отырып, аш-жалаңаш отырған қазақ халқының жағдайы шын мәнінде қиын. Бірақ осы қиындыққа байланысты біздің басымыздағы сынақта қиын. Неге? Құдай бізге осыншама ырғын байлықты беріп, бізге берген сынақты да соншама мол және ауыр қылды. Біздің қанымызды теспей сорып отырған қанішерлер, Орыс пен Қытайдың басыбайлы құлы, тесік құлақты құлы, таңбалы қылып отырған Назарбаев Тоқаевтық жүйесі біздің қазақ халқын бірін қалдырмай қырып тастауға разы болса болады екен, мына байлықтан айырылғысы жоқ. Олардың көкейін тесіп отырғаны мына байлық. Сондықтан біз қазақ халқы сабырлы, ұстамды болайық. Мен халықты көтерілістен тосып отырушы емеспін. Мен бейгүнә қанның төгілуінен сақтандырғым келеді. Әдейге жанармайды қымбаттату, әдейге қолдан қымбатшылық жасау, әдейге отқа май құю. Бұның барлығы өте таныс сценарийлер, өте таныс жобалар. Қақпан қауіп қалмайықшы, айналайын қалың елім, қазағым. Аман сау болыңыздар, құрметпен Серікжан Біләшұлы.